2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауында 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялау еңбек адамының мәртебесін арттыруға бағытталған зор қадам деп атап өтті. Бұл бастама жұмысшы мамандықтарының маңыздылығын арттыруға, жастарды осы салаға тартуға және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрларды даярлауға бағытталған. Тігіншілік бұл тек ине мен жіпті меңгеру ғана емес, бұл үздіксіз ізденіс пен дамуды талап ететін өнер. Бүгінгі күні сән индустриясы күн сайын өзгеруде. Сол себепті мен де үнемі өз білімімді жетілдіріп, шеберлігімді шыңдауға талпынып келемін. Заманауи тігін технологиялары, жаңа материалдар және сән трендтері бойынша біліктілігімді арттыру курстарына қатысамын. Сондай-ақ ұлттық қолөнерді заманауи үлгіде жаңғырту, сән дизайндағы жаңа бағыттар мен 3D үлгілеу технологияларын меңгеруді басты мақсат етіп қойдым. Әрбір жаңа біліктілік мен үшін шәкірттеріме жаңа мүмкіндіктер ашудың кілті. Себебі сапалы білім беру үшін алдымен өзім үнемі үйреніп отыруым керек. Осы жолда халықаралық шеберлік сыныптарына қатысып, тәжірибелі дизайнерлерден үйреніп, оны күнделікті сабақта қолданамын. Мен үшін әр жаңа сертификат білім алушыларымның кәсіби деңгейін арттыруға жасалған қадам. Өз тәжірибемен бөлісу арқылы шәкірттерімді заманауи талаптарға сай маман етіп дайындау басты мақсатым. Ұстаздық жолында республикалық және халықаралық деңгейдегі байқауларда жүлделі орындарға ие болдым. Менің авторлық жұмыстарым көрмелер мен сән көрсетілімдерінде ұсынылды. Бірақ ең үлкен жетістік бұл менің шәкірттерімнің жетістіктері мен табысы. Бүгінгі нарықтық экономика жағдайында тігін шеберлігі табыс табудың, кәсіп ашудың нақты мүмкіндігіне айналды. Сол себепті білім алушыларымды тек тігін тігуді үйретумен шектелмеймін. Оларға жеке кәсібін бастау жолдарын, өзін-өзі жұмыспен қамту мүмкіндіктерін түсіндіремін. Білім алушыларым бизнес жоспар құру, өнімді сату, клиентпен жұмыс істеу сияқты кәсіпкерлік дағдыларды меңгеріп шығады. Бүгінгі күннің еңбек нарығы тәжірибелі білікті тігінші маман иелерін талап етеді және заманға сай технологияларды меңгеріп, бәсекеге қабілетті, жауапты және құзыретті өз мамандығын жетік меңгерген. Заманауи жабдықтарда бұйым дайындау үшін жұмыстың барлық түрін білетін маманды талап етеді. Қазіргі қоғамда кәсіптік білім беру маңыздылығы арта түскені анық. Нарықтық экономикамен алға басқан қоғамымызда жаңа жұмыс орындарын ашу, халықты жұмыспен қамтамасыз ету, тұрғындарға көрсетілетін тұрмыстық қызметті жолға қою міндеттері, білікті мамандарды дайындауды және сонымен қатар еңбекке адал, кәсібіне жауапкершілікпен қарайтын ұрпақты тәрбиелеуді қажет етеді. Бүгінгі студент ертеңгі кәсіби шебер.